Сәлеметсіз бе, құрметті көрермен. Қазақстан жұлдыздары туралы ең соңғы жаңалықтарды алғашқылар қатарында білгіңіз келсе, арна төмендегі бір ғана лайк және подписать етемелерін баса кетуді ұмытпаң. Ал онда біз бастадық. Қазақстан Республикасы халық әртісі Мақпал Жүнісова журналист Дина Талапбергенге сұхбат беріп, жан жарасының жазылмай жүргенін айтты. Өнер иесі өмірде өзін алаңдатып жүрген проблемаларды да айтқан деп айтады icon.kz порталы. Қанша мықты әйелмін десем де, нәзік екеніңді кейін сезесің. Бәріне шыдау мүмкін емес. Бізде адамбыз ғой. Кейін бәрі жақсы болар, ақиқат ашылып соған куә болып немере құшақтап отыруды есеңдеп армандаймын. Жалпы менің өмірім осы өнер ғой. Мен сахнада ғана бақытты адаммын. Тек үйге келгенде барлық адам секілді жылайтын, ойланатын, күлетін кезім болады. Бірақ шынайы халықтың махаббаты мені осы күнге дейін алып келе жатыр. Менің тыңдармандарым менің жанымды жақсы түсінеді, жаман жерімді байқамайды, деді халық әртісі. Сонымен қатар Мерейдің болашағына алаңдайтынын жеткізді. Мерей 22 жаста. Жақсы жігіт болса кете бер деп айтамын. Ағылшын тілінің маманы. Қазір бір компанияда қазақшадан ағылшыншаға аударады. Өткен жылы ол жұмыс істеп сабақ беріп 500 мың теңге айлық алып келді. Өзі тіл саласына қызығады. Жұмыс істей берсең кете бересің. Көзім тірісінде күйеуге шығып, Роза Арымбаеваға қызығамын. Сол сияқты немере бағып, өмірімді өзгерткім келеді деп жан сырын ақтарды актриса жұлдызы. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз, сау саламат болыңыз.